Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов Ридзерге кезекті сапармен келіп кетті. Жылу энерго орталығының мердігерлерімен кездесу өткізіп, алаңның қайта конструкциясының барысын және аулалардың абаттандырылу барысын жеке тексерді. Шығыс Қазақстан облысының әкімі кезекті сапармен Ридзерге келіп кетті. Ридзер жылу энерго орталығының мердігерлерімен кездесу өткізіп, алаңның қайта конструкциясы және аулалардың абаттандырылуының барысын жеке тексерді. Бурение 6 скважин в Қалалық насос станциясы қасында скважина бұрғылау және диаметрі 400-1500 метр резервтік су ағарын өткізу. Мен осының жазбаша құжатын көру керекпін. Уақытын, бұрғылау сұлбасын көру керекпін. Ридзер жылу энерго орталығының жөндеу компаниясының мердігерлерінің алдына қойылған мақсаттары мен жұмыстары облыс әкімінің күнделікті жеке бақылауында. Өңір басшысы көптеген жұмыс түрлерін жеделдетуді тапсырды. Қысқа уақыттың ішінде сметаны жасап, есептеп, ұсыну керексіздер. Сметаны мемлекеттік сараптамада бекіту керек. Жұмысқа шұғыл кірісу керексіздер. Қалалық насос станциясындағы 4 скважинаны бұрғылаудың және диаметрі 400 су ағарын өткізудің хаттамасы дайын болуы тиіс. Көп жұмыс, аз уақыт. Жылу энерго орталығындағы тиянақты жөндеудің бірінші кезеңі басталды. Алайда уақытында үлгеру үшін жұмыс қолдарының санын арттыру қажет. 10 маусымға қарай жылу орталығындағы жұмысшылардың саны 130-дан 160 адамға дейін артуы тиіс. Басты күш пен қаржы қазандық агрегаттарын жөндеуге жұмсалуы қажет. Басты әрі күрделі бағытта 2 компания жұмыс істейді. Екінші, үшінші, төртінші қазандықтардағы жұмыстарда адам өте аз. 40 адам ол жұмыс емес. Бүгін Dem Energy'де бір қазандықта 44 адам істейтіні жақсы сан, ал екінші қазандықта адам аз. Перспективная технология компаниясының қанағаттандырылықсыз жұмысын, адам санының аздығын, олардың санын арттыруды жеке ескеру қажет. 15 қыркүйекке дейін 3 қазандық, одан кейін 2-ін жөндеп үлгеру керек. Мердігерлерге жаз бойы бір механизм сияқты үзіліссіз әрі үйлесімді жұмыс істеу керек. Ридзер жылу энерго орталығы көптен күткен жөндеу компаниясы жаңа жылу мерзімінің басына қарай қыркүйектің ортасында аяқталу үшін. Республика алаңының қайта конструкциясы өткен жылы басталған. Мамырда жұмыс жалғасты, ал мердігерлер 10 шілденің аяғына дейін аяқтауға уәде беруде. Облыс әкімі нысанда болып, жұмысшылардың жетіспеушілігін және қайта конструкцияның баяу қарқынын ескерді. Даниал Ахметов конструкцияның тез аяқталу үшін нысанға жұмысшыларды қосуды тапсырды. Сонымен қоса өңір басшысы республика алаңындағы 12 тұрғын үйдің сырт жақтарын жаңарту туралы да айтты. Алаңдағы жұмыстарды біліктілікпен жүзеге асыратын және шапшаң істейтін мамандар бар деп сенемін. Түс үйлесімдігін, тарихилығын қоса ескеру қажет. Сол үшін басшы орынбасарына дүйсенбіден қалмай Астанаға жолға шығуын, қаржыландыруды қарастыруды тапсырдым. Өскемендік әкімдікпен дәл осы жұмыс жасалды. Қазіргі таңда олар бояуға көшті. Орталық алаңға 930 миллион теңге бөлінді. Жұмыс баяу қарқынмен жүріп жатыр. Еңбек ақысы бойынша сауалдар туындауда, оны шешуді айттым. Бірақ дүйсенбіде екінші бөлігі жұмысшылармен қамтылуы тиіс. Мен мұнда күн аралатып келіп жүргендіктен барлығын жіті бақылаймын. Облыс әкімі 3-ші ықшам ауданындағы жаңа балалар алаңшасын көруге барды. Мұндай алаңшаларды 5 аулаға қояды. 3-ші ықшам ауданға Чапаев, Абай, Маяковский, Дрейман көшелеріне. Даниал Ахметов Ридзерде тағы 10 балалар алаңшықтарын қаржыландыру сұрағын қарастыруды уәде етті. Онан тыс Әуезов, Тоқтаров, Киров, Абай және Семенов көшелері бойынша және Верхняя Хариузовка ауылшығында аулалық спорт алаңшаларына да қатысты қойылады.